Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Жанар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай үйде қалып қалған, балаларыңыз жемей тастап кеткен осындай печеньялардың барлығын жинап қойыңыз да дәл осындай керемет десерт жасап көріңіз. Ең алдымен печеньяларды осындай пакетке салып, және де оқтаудың көмегімен майдалап езіп шығамыз. Немесе блендердің көмегімен ұнтақтауға болады. Міне бізде осындай ұнтақталған печенье шығады. Енді біз кремін дайындаймыз. Крем үшін бізге бөлме температурасындағы сары май 82,5% болса да жақсы. Одан кейін осындай варенкадан деп қолдансаңыздар да болады. Және де енді осы екеуін миксерлеп аламыз. Осы кезде қалауыңызша қаймақ қосуға болады, 2 ас қасық, немесе жоқ болса үйде қоспауға да болады. Және де қалауыңызша жаңғақта қосуға болады. Жаңғақпен өте керемет дәмді болып шығады. Мен жаңғақ қостым. Енді осы печеньяның үстіне кремімізді қосып, жақсылап барлығын араластырамыз. Кейін осындай шұңғылдау ыдысқа пищевой пленканы орап, және де десертімізді саламыз. Десертімізді салғанда барлығын салып, және де жақсылап үстін басамыз. Тоңазытқышқа жарты сағатқа қатқанша салып қоямыз. Кейін осы күйінде десертімізді сәндейтін боламыз. Міне бізде 30 минут өтті. Енді осыны жақсылап ақырындап жаңағы ыдысымызға орналастырамыз. Бетін сәндегенде мен шоколадты қолдандым. Шоколадты ерітер кезде ең алдымен одноразовый мешогымызға осы шоколадымызды салып, және де кипятокқа салып ерітеміз. Кейін осылай бетіне жағып шығамыз. Қалауыңызша кокос себуге болады, немесе макпен әсемдеуге болады. Міне бізде осындай өте керемет дәмді десерт шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, және де қалған печеньяларды лақтырмай осындай десертпен отбасыңызды қуантыңыз. Қазақша контентті дамытқыңыз келсе, менің каналыма міндетті түрде тіркеліп, және де маған қолдау көрсетіп отырсаңыздар, мен сіздерге өте керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Және де осының астында поделиться деген батырманы басып, басқа да өзіңіздің таныстарыңызға жіберсеңіздер болады. Және де лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.